Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш Әмір. Бүгін каналымызда перловка сорпасын дайындаймыз, яғни інжу арпасы. Бұның құрамында талшық пен көптеген амин қышқылдарға бай, яғни сіздің теріңізге, шашыңызға, сүйегіңізге тигізер пайдасы мол. Сонымен бізге керек ет, менде жылқының еті, кез келген сиырдың, қойдың етін пайдалана берсеңіздер болады. Міне осылай видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Егер де пияздарыңыз үлкен болса, бір дана пияз жетеді, оны да ұсақтап тураймыз. Жалпы сорпаны дайындап жатқаннан кейін, оған қаншалықты пияз көп қоссаңыздар, соншалықты жақсы. Сорпасы сондай дәмді болып шығады. Одан кейін бір дана сәбіз, оны да ұсақтап тураймыз. Жалпы сәбізді тура өз еркелеріңізде, енді менің үйімдегі балаларым онша ұнатпайтын болғандықтан осылай майдалап турап жіберемін. Картоптарды да аса ірі етпей, кішкене көлемде турап шығамыз, кубик тәрізді етіп. Қазанымызға 2-3 қасық сұйық майды құйып, қызғаннан кейін етті салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Не осылай қызарып, еттері кішкене кішірейіп бастайды. Осы кезде пияз бен томат басасын немесе қызанақ қоссаңыздар болады, қызарту үшін. Осылай қосамыз да, енді шамалы 3-4 минуттай қуырамыз. Суын құямыз. Сіз қанша адамға дайындап жатсыз, соған қарай судың мөлшерін көбейте бересіз. Аздап тұзды қосып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қайнап шыққан соң кішкене осылай көбіктері шыға бастайды. Мен міндетті түрде оларын алып тастаймын. Және 1-1,5 сағатқа баяу отқа қоямын, себебі менде жылқының еті болғандықтан оның пісу процесі ұзақтау болады. Одан кейін картоп пен сәбізін саламыз. Перловканы да осы кезде қосамыз. Бұны алдымен жақсылап жуып тазалап алуымыз керек. Яғни мен 4-5 қайтара шаюларыңыз керек, суы мөлдір болғанға дейін. Жақсылап тазаланып болғаннан кейін ғана сорпаға қосыңыз. Енді барлығы толықтай піскенше, баяу отта 1-1,5 сағатта пісіреміз. Жай отта қайнатамыз. Рассольник деген сорпа бар, осындай перловкадан жасалынатын, оған тұздалған қияр қосады. Егер де тұздалған қияр қосқыларыңыз келсе, дәл осы піскен кезінде оны ұсақтап турайсыз. Осы ыстық қазанға салып, бетін 5-10 минутқа жауып қойсаңыз, тағамыңыз дайын болады. Біз тұздалған қияр қосқанды онша ұнатпаймыз. Осымен біздің сорпамыз дайын. Осындай ағзамызға пайдалы, құнарлы тағамдарды отбасыңызға жиі дайындап беріңіздер. Мынау мен жоғарыда тұрған Instagram парақшам, оған да тіркеле кетіңіз. Себебі күнделікті стористе асханаға қатысты лайфхактар, YouTube каналымда жоқ рецепттермен бөлісіп тұрамын. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Келесі видеода кездескенше.